Сәлеметсіз бе? Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өмірлік азық болатын керемет нақыл сөздермен бөлісемін. Видео соңына дейін менімен бірге болып, арнама жазылып, бүгінгі видеодағы айтылған нақыл сөздер туралы комментарияда өз пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Бұл видеоны сіздерге арнап түсірдім, яғни бұл видеода отбасымызбен Алакөл көліне барып демалып келген кезіміз. Нақыл сөздерді тыңдай отыра, бізбен бірге демала отырыңыз. Ал кеттік, бірге бастайық. Әйелдің өз перзентін үйретіп, өсіруге ұмтылуы қанында бар. Және оған мұнымен бірге осыған сай қабілет бар. Жәнібек хан тағы бір әңгіме үстінде бұл дүниеде кімнің 4 құбыласы тең болмақ деп сұрайды. Сонда жиренше шешен, бұл дүниеде жүйрік аты, құран құсы бар, өзі сұлу мінезді қатыны, 5 атар мылтығы бар жігіттің 4 құбыласы тең болады хан депті. Күшті махаббат қана күйеудің бойындағы кінәратты жеңеді. Күшті махаббаты бар, ақылды, сабырлы әйел ғана жаман жігіттен жар жасап алады. Содан кейін олар бірінің айтқанынан бірі шықпай сыйласымды, тату тәтті өмірді бастарынан кешіреді. Бұл жолда әйелдің көп қажыр қайраты жұмсалады. Ол жақсы жарды содан соң барып табады. Адам бойындағы, әсіресе қыз бойындағы қасиет ана берген тәрбиеден ғой. Әзілхан Нұршайықов. Әйел адам қанша сұлу болса, сонша адал болу керек. Өйткені оның сұлулықтан көрер кесірін адалдық қана жеңе алады. Әйел болмаса, еркек есінен, еркек болмаса, әйел ажарынан айырылады. Әйел 40-қа келгенше өңін бермесе қасиет, еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Еркекке жүрек керек, әйелге тірек керек. Ұсқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Әйел ердің тәңірі, жарата да алады, сүйдіре де алады, күйдіре де алады. Табиғат әйелге былай дейді: қолыңнан келсе сұлу бол, қаласаң дана бол, ал саналы, ақылды болуға міндеттісің. Әйел мен еркек арасында достық болмайды, көңілдестік болмаса. Әйелге әмірін жүргізе білген мемлекетті де басқара алады. Әйел асқақтаса жылайды, еркек асқақтаса құлайды. Үй үшін жаман әйел тұмандатар, домалап әрбір жерде құмандатар. Тазалық бұл әйелде болмаған соң, күнәға жігіт адам сонда батар. Ешкісі семіз, қойы арық, мал сорлысы. Топырағы сортаң, суы ащы, жер сорлысы. Әйелі семіз, ері арық, ел сорлысы. Сүйсең, әйелді пір тұт, сүймесең, жайына қалдыр. Басқасының бәрі өтірік. Жер бетіндегі ең нәзік дүние әйелдің махаббаты. Бір қателік, жағымсыз сөз, қату қабақ бітті. Сезімнің күлі көкке ұшқаны. Біздің жерімізде еркек діңгек, әйел гүл. Діңгек жапырақсыз, гүлсіз, қазақша айтқанда қу бас деген сөз. Әйел құнарлы топырақ, онда адамзат дәні өсіп жетіледі. Біз сол дәннің жемісіміз. Әйелсіз адамзат жемісі ешқашанда болмайды. Оппозиция әйеліңнен басталады. Ол сенің жанашырың. Дүниедегі ең сүйкімді адам сұлу да, парасатты әйел. Ал дүниедегі ең қорқынышты адам ұятсыз, сайқал әйел. Тымырайып немесе мөлейіп отырған әйелден қорқу керек. Себебі ондай әйелден әйелдердің өздері де қорқады. Ер мен әйел тамақ жейтін қос таяқша секілді. Екеуі бірлескенде ғана отбасын бақытқа бөлейді. Әйелдің екі аты болған кезде шынымен бақытты.
Біреуі сүйіктім, екіншісі ана. Әйел қызметкер де, қайраткер де болуға міндетті шығар. Алайда ең алдымен ана болуы тиіс. Асыл болса алған жар ханым емей немене, жайлы болса мінезі жаның немей немене. Жаман әйел жақсы еркектің соры. Ер адамның өмірінде бірақ әйел болады. Қалғандары сол әйелдің көлеңкесі. Әйел адамды әдепсіздік құртады. Ана бір қолымен бала тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Сұлу әйел алған өмір бойы қарауыл болып өтеді. Бай әйел алған өмір бойы құл болып өтеді. Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз түздегі өрісің, келін кеңейген тынысың. Олақ міншіл, қызғаныш күншіл, сырғақ сыншыл, бос сөз былшыл. Адамды бұзатын не? Тағы сол атақ, ақша, арақ, осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына бөртіп, әйелдерді біз еркектер бұзамыз. Қартайғанда адам соқа басы сорайып жалғыз қалады. Өйткені қыз күйеуге кетеді, ұлды келін әкетеді. Сонда сенен атақ, ақша, абырой, бала бәрі безгенде қыңқ етпестен қалқайып қасыңда қалатын бүкіш кемпірің ғана болады. Адам болып сүрген аз дәуреніңді 50 жас па, 100 бе, бәрі бір оны аяқтап, мәңгі келмеске бірге аттанар сенімді серігің де сол. Сол жалғыз серігіңе өмірде адал болмағаның өзіңе ауыр. Одан айырылып, жалғыз қалғаның одан да қиын. Мұны еркектер ойлауы керек. Бауыржан Момышұлы. Әйел алсаң қарабал ақылдысын, сол болар басқалардан жақын кісің, ағайынға, туысқа қайрылса, дүниеде нағыз сол ғой мақұл кісің. Ерге аю, балаға қасқыр болса, ондай қатын алғанның күні құрсын. Ер жігіт ел жұртының панасындай, жақсы әйел әмма жұрттың анасындай, жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Жаман болса әйелің, арманда өтер өмірің, артылғандай есекке. Алғаның жаман жолықса, үйіңнің іші шаң болар, ісіңнің бәрі қам болар. Сол әлімен тұрмайды, киім таңдап паң болар. Жаман әйел жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын. Жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, үшқыр қылар шабанын. Жаман еркек жар қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес. Жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Барлық әйел сұлу болып тумайды, ал 30 жасқа дейін әдеміленбесе, оның жай ғана ақымақ болғаны. Жаман әйел алғанның жауы үйінде, жақсы әйел алғанның тойы үйінде. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе, бақытты боласың. Жаман әйел түссе, ойшыл боласың. Сұлулық әйелдің бақыты, қадіріне жетпесе, соры. Анаң жақсы, қызың жақсы, әйеліңе не болған? Өзіне кезінде көмектескендерді ұмытатын алтау. Оқушы ұстазын, үйленген бала шешесін, айырылған еркек әйелін, мансапқа жеткен көмекшісін, ауру дәрігерін, адасқан құтқарушысын. Әйел біткеннің бәрі де өздерінен сұлулырақ көрінген әйелге жау келеді. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой.
Жаны мен жаны үндес, ойы, арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергеніңді ұмытпайды, тезірек еселеп қайтаруға тырысады. Шын сүйе білетін барлық әйел патшайым. Еріншек қатынның етегі жыртық, ерке қатынның ерні тыртық. Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Біз әйелді әйел сыңайынан таныған елміз. Ер кісі бір мезгілінде барлық жерді жарқ етіп отыратын күн емес. Олай болса, ері аңға не жорыққа кеткенде, әйелі ерінің отбасын көңсіретпей, үй үшін үлбіретіп отыру керек. Келген кісіге ерінің жоқтығын білдірмей, құрметпен қарсы алып, дәмді тағам беріп, адал пейілімен сыйлап жіберсе, өзінің абыройын арттырып қана қоймайды. Ел арасында ерінің де абырой беделін асқар шыңға шығарады. Ер кісінің абыройы әйелінің адамгершілік қасиеттеріне тікелей байланысты. Керісінше, әйел парықсыз, жүрген жерінде абыройсыз, ар-намысын аяққа басып жүрген бәдік болса, күйеуінің де абырой болмайды. Ауыздағы сөзі аяқтыға жол болады. Ерте заманда қазақ ішінде қылмыс жасаған әйел заты үшін ең үлкен жазаның бірі оның бұрымын кесу болған екен. Совет өкіметі орнағалы бері әйелдер өзін-өзі жазалап келе жатыр депті Бауыржан Момышұлы. Әйел адам гүлмен тең. Бір күн көңіл білмесең солып қалады. Әйелдің жалаңаш денесі еркектің құмарлығын қоздырады. Ақылмен бөгеп, сабырмен тұсалмаған, құмарлық таудан төңкерілген сен секілді. Жолындағының бәрін ұйпа-тұйпа етіп, жайпап жойып кетеді. Сондықтан әйелдің еркек құмарлығын қоздыратын ашық-шашық жерді көрсетпей, көбейтпей, жауып, жария етпей қымтап ұстауы абзал. Әсіресе етекті қара санға дейін көтермеу, кеудені жалаңаштамау жөн. Сонда еркек елеңдемейді, әйел алаңдамайды, адалдық бұзылмайды, деп Әзірхан Нұршайықов өз еңбегінде жазып өткен. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Қызың жақсы болса, жайқалып өскен құрағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман, сау болыңыз.